Қайырлы күн, балалар. Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Добрый день, ребята. Как ваши дела? Мы начинаем урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен бояймын». Тема сегодняшнего урока «Я раскрашиваю». Мен бояймын. Жаңа сөздерді есте сақтаймыз. Запоминаем новые слова. Раскрашиваю. Бояймын. Трава. Шөп. Песок. Құм. Вода. Су. Қане жаңа сөздерді қайталаймыз. Сурет бояп бастамас бұрын түстерді еске түсірейік. Қане сурет бойынша түстердің атауларын қайталаймыз. Қызыл, сары, жасыл, көк, күлгін, көгілдір, ақ, қызғылт, қызғылт сары, сұр, қоңыр, қара. Қане түстерді еске түсіріңдер, балалар. Бірінші тапсырма. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Первое задание. Слушаем и повторяем. Мынау не? Бұл күн. Бұл шөп. Бұл құм. Бұл су. Қайталаңдар. Балалар, мына суретте қарындаштардың орны ауысып көрсетілген. Сурет бойынша сәйкестендір. Құмды қандай түспен бояйсың? Суды қандай түспен бояйсың? Күнді қандай түспен бояйсың? Және шөпті қандай түспен бояйсың? Айтып көрші. Жарайсың, балақай. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Өлеңді тыңдаймыз, қайталаймыз. Мынау сары қарындаш. Мұны мен күнді бояймын. Мынау жасыл қарындаш. Мұны мен шөпті бояймын. Мынау қоңыр қарындаш. Мұны мен құмды бояймын. Мынау көк қарындаш. Мұны мен суды бояймын. Қане өлеңді қайталап көр. Өлеңді қайталағаннан кейін қарындаштарды бояп шық. Жарайсың, балақай. Ал енді өзің қалаған суретті сал. Құмның немесе шөптің, судың немесе күннің суреттерін сал. Балақай, суретті маған жіберуді ұмытпа. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау бол.